шөлдеп кеттім. Әне қара, төбет те шөлдепті. Су ішуге жарамды теңіз бар ма екен? Ол үшін тұщы су керек. Мысалы, Балқаш көлінің суы жартысы тұщы. Ай, оған шөлім қанбайды ғой. Сәлем, достар. Көргеніме қуаныштымын. Сәлем, Настя. Біз де өзіңді көргенімізге қуаныштымыз. Сәлем. Не істеп жатырсыңдар? Елдос теңіздің суын түгелдей ішкісі келіп отыр. Тек тұщы су керек. Ондай теңіз болмайды. Су тұщы көлдер аз. Керемет. Көл болса да жарай береді. Шөл қысып барады. Ол не қылған көл? Әлемге танымал үлкен әрі суы тұщы көл Ресейде. Байкал көлі ғой. Тамаша. Ол жер қашанда қоңыр салқын болып тұрады. Байкалға барғыларың келе ме? Я, қуана барар едік. Керемет, тамаша. Ендеше қонаққа келіңдер. Барамыз. Бәрін реттейміз. Тағы бір мүмкіндік беріңізші. Тек ұшақтарыңды тартып алам. Кішіреткішті де бермеймін. Жаңа өзгерткіштен де дәмеленбей-ақ қойыңдар. Сонда не істейміз? Қош келдіңдер, Елдос, Аяжан. Келгендерің дұрыс болды. Зерігіп отыр едім. Сәлем, Настя. Біз де өзіңді сағынып кеттік. Сәлем. Мына жер өте әдемі екен. Су да тұщы. Шөлім қанатын болды. Бүкіл көлдің суын тауысып бітіру мүмкін емес. Шамаң жете қоймас. Байкал жер бетіндегі ең терең көл ғой. Мұнда Байкалдың суы салқын, әрі өте таза болады деп жазыпты. Қыста суы қатама? Я, қыста көлдің бетін мұз басады. Қысты күні мұнда бәрі жиналып, шаңғы, коньки тебеді. Мұзы өте қалың, әрі тұнық болады. Шаршап кеттім, діңкем құрыды. Менің де әрі қарай жүре алатын емеспін. Сен темірден жасалғансың ғой. Қалай шаршайсың? Мұны қапты тасып жүрудің не қажеті бар? Өзі зілдей. Не деген ақымақ едің? Бұл тұщы көл. Тұзды әдейі әкеле жатырмыз. Қалай? Қолығыма құрық бойламай ма? Түк түсінсем бұйырмасын. Жақсы, бәрібір басым жетпейді. Тұр, кеттік. Байкалда неше түрлі жануарлар, құстар бар. Бір қатары осы жерде ғана кездеседі. Керемет, біздің Балқаш сияқты екен. Балқаш өте әдемі көл. Жолым түсіп барған. Маған өте ұнады. Бізде Қазақстанда көрікті жерлер көп. Ананы қараңдар. Бұл кім болды екен? Туристер шығар. Қане, тұзды сал. Бірақ түгі салайын ба? Әрине, енді қайтейін деп едім. Сәлеметсіздер ме? Көмек керек пе? Ой, сіздер ме? Көмектің қажеті жоқ. Одан да килікпей, жейлеріңе жүріңдер. Не дейді? Ұялмайсыңдар ма? Олайларың бола қоймас.
Бұндай керемет көлді бүлдіруге жол бермейміз. Лақтыр қабыңды! Жоқ, лақтырмаймын. Осынша уақыт көтеріп, енді лақтыра салмақпын ба? Сазайларымды береміз. Ендігәрі бұзықтық істемейтін боласыңдар. Ешқашан да. Бұбу, мыналардың жазасын берші. Жұлдыз ұшақ, ұрысқа! Бұзықтарға тосқауыл болғандарың дұрыс болды. Әсіресе Ақтөстің еңбегі сіңді. Айтпақшы, ол қайда кетті? Не көрді екен? Байкал суының тұнықтығы сонша, балықтар анық көрінеді. Ол балық емес. Ақтөс итбалықпен танысып алыпты. Керемет! Ақтөсіміз жаңа дос тауып алыпты. Бұл көлде итбалықтар қайдан жүр? Бұл өте сирек кездесетін итбалық. Ол осы көлді ғана мекен етеді. Аты да содан шыққан. Ол Байкал итбалығы не Байкал нерпасы деп аталады. Керемет! Әлі кішкентай шығар. Сәлем, нерпа! Көріскенше, балақай! Керемет екен. Бұрын итбалықты океанариумнан ғана көретінмін. Енді көлден көрдім. Тамаша, керемет екен. Қайтатын уақыт болды. Жағаға қарай жүзейік. Басеке, Байкал көлінің суын бүлдіріп, тұзды етіп жібермекші болып едік. Тамаша! Бірақ реті келмеді. Бұрынғы әуендеріңе қайта бастадыңдар ма? Бұл жолы не кедергі болды? Тағы да Елдос пен Аяжан кесе көлденен тұрып алды. Өздері аз болғандай, иттері де қосылыпты. Мені қауып алды. Қапты түсіріп алдық. Ол не қылған қап? Қорыңыздағы тұздың бәрін алып кетіп едік. Не дейді? Жандарыңды шығарам.